Ассалаумағалейкум, қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тоқаев жаңа жәрдемақы туралы заңға қол қойды. Заңға сәйкес Қазақстанда жаңа жәрдемақы енгізіледі, ал оны бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын азаматтар алады. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Ақорданың ресми сайты. Заңға сәйкес Қазақстанда жаңа жәрдемақы енгізіледі, ал оны бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын азаматтар алады. Бұған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шапкенов бүгінгіде бірінші топтағы 66 мың мүгедектің 1/3-іне не күтім бойынша жәрдемақы, не жеке көмекшінің қызметі берілмейтінін айтқан болатын. Олардың арасында комаға түскен науқастар, төсек тартып жатқан мүгедектер бар. Басқа адамның күтімін тұрақты қажет ететін 24 мың адам күтім жасау жәрдемақысымен қамтылады. Заң сонымен қатар мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың бала кәмелетке толғаннан кейін де тұрғын үй кезегінде тұру құқығын сақтайды. Неке достар, осындай, біздер жалғастырамыз.